Кайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бір рет жасап банкілерге салып тоңазытқышта сақтасаңыздар, бір апта бойына тек қана гарнирді ауыстырып, жей беретін тағамның рецептісін ұсынбақшымын. Бұл тағамның ингредиенттері қолжетімді, әрбір ас үйден оңай табылатын заттар. Яғни бізге 500 грамм сиыр еті керек. Мен оны бейнеде көрсетілгендей орташа ірі кубиктерге бөліп турап, түбі қалың болған арылмайтын ыдысқа салдым. Егер сіздерге рецепті ұнаса, басқа да әлеуметтік желілер арқылы жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз каналымның дамуына күш береді. Және де бізге 2 тал пияз қажет болады. Оны да өз қалағаныңыздай турап дайындайсыз. Ыдыстағы еттің үстіне бір тегіс етіп жайып орналастырамыз. Бейнені соңына дейін көріңіздер, қажетті ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Енді осы пияздың үстіне 100 грамм сары майды немесе қыхи майын саламыз да жарты кесе, яғни 100 грамм суды құйып, қақпағын жауып, орташа отта 1 сағат бұқтырамыз. Мінекей 1 сағат уақыт өтті, суы тартылған. Енді дәмдеуіштерді қосамыз. Мен дәмдеуіштерден татымына қарай тұз, майда туралған чеснок, жарты шай қасық қара бұрыш және де қуырдаққа арналған арнайы дәмдеуіштен 1 шай қасығын қостым. Жақсылап араластырып, баяу отта тағы да 1 сағат жаймен қуырылып тұрды. Осы уақыт аралығында мен гарнирін дайындадым. Ал сіз өзіңізге ұнаған қарақұмықтан немесе макароннан немесе картоптан пюре жасауыңызға болады. 1 сағаттан соң қақпағын ашып қараймыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай күйу, қарлау жоқ. Құрамында су болмағандықтан енді оны 1 апта бойына салқын жерде сақтап пайдалануыңызға болады. Немесе көктемгі сейілге шығар алдын жасап дайындап қойсаңыз, 2 сағат бойына қазан ошақтың қасында болып, қуырдақ қуырумен, от жағумен уақытыңызды өткізбейсіз. Керек кезінде ысытып алып дастарханға ұсынасыз. Осы қуырдаққа істетілген ет өте қатты ет болған. Бұның алдында да мен осы етті пайдаланып отырып, табада қалай жұмсақ қуыруға болатынын көрсеткен болатынмын. Көріп отырғандарыңыздай мен ешқандай да ет жұмсартатын қоспаларды қоспадым. Мұндай адам денесіне өте зиянды қоспаларды мен пайдаланбаймын және сіздерге де пайдалануға кеңес бермеймін. Кейде базардан сатып алған еттің қатты болып қалатын жағдайы бар. Сондай қатты етті осылай алдын ала пісіріп дайындап қойып пайдалануыңызға болады. Осы рецепті туралы сіздерден құнды пікір күтемін. Ал енді келесі бейнеде 20 минутта қалай сиыр етін асып пісіруге болатыны туралы айтамын. Егер бейне сізге қызықты болса, каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мен үшін бөлген уақыттарыңыз үшін рахмет. Келесі бейнеде жүздескенше.